Менің каналыма қош келдіңіз. Сізбен бірге Айгерім. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бүгін біз бұқтырма дайындайтын боламыз. Ол үшін етімізді жұқа әрі үлкен етіп кесіп аламыз. Сонан кейін барлық көкөністерді қолданамыз. Яғни ол менде пияз, помидор, сәбіз, картошка, чеснок, капуста барлығын үлкен етіп видеода көрсетілгендей тураймыз. Өзіңіздің қалауыңыз баклажан, тағы да кабачки қоссаңыз да болады. Мен осылай бір капустаны 4-ке бөлдім. Үлкен болғаны жақсы, ол қазанда тамағымыздың бәрін бетін жауып тұратын болады. Қазанымызға май құйып, етімізді салып, содан кейін үстіне дәмдеуіш пен тұзымызды салып араластырып аламыз. Сонан соң рет-ретімен пияз, помидор, көкөністеріміздің барлығын салып пішамыз. Өз қалауыңыз бойынша осылай аз көк саламыз. Сонан соң тұз, дәмдеуіш салып, бетін капустамен жабамыз. Үстінен жарты қазанға дейін су құямыз. Сонан соң қақпағын жауып 1,5 сағатқа бұқтырып аламыз. Осындай таяқшамен піскенін көреміз. Сонан соң піскеннен кейін капустасын тарелканың шет жағына салып, ортасына картошкамызды, етімізді салып, әдемі қылып береміз. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай әрі дәмді ас болсын.